Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Сеткүл, сіздерге үй жағдайында қандай кеңес беру туралы, ауруларға қалай үй жағдайында емделу туралы кеңес беретін боламын. Ал енді бүгінгі видеомда бауырдың майлану туралы айтқым келіп отыр. Жировой гепатез яғни. Адамның жировой гепатез кімде бар екені түрлерінен де белгілі. Тіптен адамның беті айна ғой. Ішің қандай болса, бет жүзің сондай болады. Ішкі құрылысыңда ауру болатын болса, әр жерің ісініп, бетің ісініп, күлкілдеп, болмаса бетің, мысалы, ішкі құрылысыңның барлығы шлак көп болатын болса, өтің толып кеткен болатын болса, ісініп кетесің, бүйрек ауруларынан ісініп кетеді, жаңағы жүрек ауруларынан, қанның қоюлуынан, оның барлығынан адам қарайып ісініп кететін болады. Сондықтан мен сіздерге, мысалы, бауыр майланғанда, тіптен өті ауырған кезде, өт толған кезде ұйқы без ауырады. Бәрі бірімен бірі сәйкес қой. Мысалы, асқазаныңыз ауырса, міндетті түрде ұйқы без ауырады. Мына өт толатын болса, бауырыңызға күш келеді деген сияқты. Бұның барлығын бірімен бірі жаңағы әсері біріне бірі бар болғандықтан сіздер барлығын түгел емдеп отыру керек болады. Жылына бір рет, екі рет тазаланып отыру керек болады. Және бауырдың майлануына не дәрі ішем дейді. Менің ең таңғалатыным, біздің халық өте химияға өсіп болып кеткен. Бізде өткені аптекада жаңағы не жоқ қой, шегеріп тастау жоқ қой бізде. Қандай дәрі керек, бәрін ала береміз. Рецепті дәрі болмаса, қалған дәріні алып, өзіміз самовольно лечение жасай береміз. Ол дұрыс емес, мысалы. Бауырға майланған кісілер менен не дәрі ішемін деп сұрайды. Мен айтар едім, сіз дәрі ішпей, тек қана ішіңізді тазалаңыз. Ішіңізді тазалағаннан кейін барып, диетаға отырыңыз дер едім. Бауыр майланғанды сіз дәрімен кетіре алмайсыз. Жировой гепатез деп айтылады, ол дәрігерлік тілде. Оны сіз дәрімен кетіруіңіз мүмкін емес. Оған тек қана сіз қимыл әрекетті көп жасаңыз, спортпен айналысыңыз, одан кейін барып жаңағы диетаға отырыңыз. Диетаға отырыңыз. Ешқандай сіздің жалпы адам баласы жылына 2 рет, 3 рет диетаға отыру керек. Сонда сіздер әжептәуір жаңағы өздеріңізді жеңілдететін боласыздар. Диетаға міндетті түрде отыру керек. Тіптен мысалы қонаққа барып келдіңіз, болмаса бір көп тамақ ішіп қойдыңыз, ас жиынға бізде майлы тамақтар ішеміз ғой, мысалы. Содан келгеннен кейін сіз 3 күнге дейін кішкене асқазаныңызға кішкене нагрузка не жасаңыз, жеңілдік жасаңыз. Асқазаныңызға жеңілдік жасап, жеңіл тамақтар, суды көп ішіп, сусынды көп ішіп дегендей, сөйтіп өздеріңізді жеңілдетіңіздер. Бауыр майланғанның әдісі сол, тек қана диета. Ал енді сіздер іштеріңізді тазалаңыздар деп отырмын. Диетаға, тамаққа отырыңыздар. Әсіресе көктемде, күзде мына составты ұмытпаңыздар сіздер. Мына витаминді жеуді ұмытпаңыздар. Көктемде, күзде әсіресе алдыменен курага кепкен сарыөрік. Одан кейін грецкий орех дейміз ғой, кәдімгі жаңғақ, домалақ жаңғақ. Одан кейін асқабақтың дәні. Содан кейін қара өрік, чернослив. Одан кейін тағыда мейіз, кәдімгі қара мейіз, сары мейіз де болады, бірақ көбінесе қара мейіз бауырға жақсы болады. Қызылдау ғой ол, бауырға керекті болады. Осылардың барлығын мясорубкадан өткізіп, кәдімгідей, пропорциясын, мысалы, өзіңіз логикаңызды жіберіңіз. Барлығын жарты килодан істесеңіз, түгел жарты килодан істеңіз. 1 килодан істесеңіз, түгел 1 килодан істеңіз. Тіптен осылардың арасында шиповникті де қосып жіберуге болады. Барлығын мясорубкадан өткізіп, шиповникті болмаса кофемолкадан өткізіп ұнтақтап, осыларға бал араластырып, балын өте көп қылмаңыз. Кейбіреудің қанты көтеріліп кетеді. Сондықтан бал араластырасыз ба, оны да байқаңыз. Тіптен барлығын араластырып, күніне әр тамақтан бұрын бір шай қасық болмаса күніне 2 ас қасық жейтін болсаңыздар, сіздерге витамин мінекей. Витамин қайда? Оның барлығын сатып алып, витаминдерді қолданудың керегі жоқ. Мысалы, орехті қарайтын болсаңыз, сіздің басыңызға өте жақсы орех. Кураганы қарайтын болсаңыз, сіздердің бүйректеріңізге, кетіп жатқан сулардың орнын толтыруға жақсы. Мейізді қарайтын болсаңыз, сіздің бауырыңызға жақсы. Шиповникті қарайтын болсаңыз, сізде тоқталып қалған сулар болса, және оның құрамында витаминдер де бар. Оған жақсы.
балды қарайтын болсаңыз, сіздің тыныштандыруға жақсы. Жара болған асқазандарыңызда, ішектеріңізде жара болса, оған жақсы. Барлығының мысалы орындары бар. Әрі дәрі, әрі дәрумен сізге. Витамин. Осыны ұмытпаңыздар. Осылардың барлығын қолданып, ауырмайтын болайық. Алла тағала ауру бермесін сіздерге. Және бізде ең бастысы іс-әрекет көп болу керек. Көп қимыл болу керек. Тамақ ішкенге көбінесе біз тамақ іше саламыз да диванға қисайып, телевизор көргенде, қазір теледидарды ел азайтып жатыр ғой. Телефонға шұқшиып қарағанды жақсы көреміз. Бекерге босқа уақытымызды кетірмей, одан да тамақ ішкеннен кейін ең болмаса жарты сағат 40 минут далаға жүріп келсеңіздер, тамақтарыңыз жақсы сіңеді. Тамақ сіңбесе ұйқыда бұзылады, деннің саулығы да кетеді, және мына жүрмесеңіздер, жата кетсеңіздер, іште тамақ сол бойынша тұрады да, сасып шығады. Адамның аузынан сасық іш шығу, тіптен осырғына дейін сасық болып кетеді. Сондықтан жүруді, іс-әрекет жасауды, қимылды ұмытпайық. Ауырмайық, ауырмайтын жол іздейік.